Қазақстандық оқушылар Вашингтонда өтіп жатқан халықаралық шахмат турнирін сәтті бастады. Алғашқы күннің нәтижесі бойынша Жәутеков атындағы Республикалық физика-математика мектебінің өрендері көш бастап тұр. Олар алғашқы 2 раундта Дания мен Өзбекстан командаларын 4-0 есебімен жеңіп, барлық 8 ұпайды қанжығалады. Сайыс 7 тамызға дейін жалғасады. Әріптесім Жандос Айтбай жалғастырады. Алматы облысында Қонаев Cup 2025 халықаралық шахмат турнирі басталды. Аталған жарысқа әлемнің 16 елінен 260-тан астам шахматшы қатысып жатыр. 10 күнге созылатын сайыс Masters Challenge және Open санаттары бойынша швейцариялық жүйемен өтеді. Классикалық турнирдің Masters санатында 62 спортшы бақ сынайды. Оның ішінде 21 гроссмейстер, 24 халықаралық деңгейдегі ойыншы және 2 әйелдер гроссмейстері бар. Халықаралық турнирде 6 жастан 70 жасқа дейінгі шахмат шеберлері өнер көрсетеді. Қонаев Cup турнирі 2021 жылдан бері Қазақстан шахмат федерациясының қолдауымен тұрақты ұйымдастырылып келеді. Зияткерлік сайыста 30-дан астам жүлде сарапқа салынады. Жеңімпаздар мен жүлдегерлерді марапаттау рәсімі 12 тамызда өтеді.